Алдында бір статья оққам мен. Неге адамдар темекі шегеді, неге адамдар арақ ішеді, неге наркотик шегеді, неге сондай, неге беріліп кетеді деп, сондай жаман привычка, вредный привычкалар неге беріліп кетеді. Сол жерде, короче, жаңа статьяда оқыдым, түсіндім. В общем, жай статья емес, сондай научный статья ғой. Адамның миы бар ғой, любой адамның миы стремится к счастью дейді. Стремится к удовольствию, кайфу дейді ше. Любой адам, қандай адам болса да, любой адам жаңағы кайфсыз жаңағы удовольствие алғысы келеді екен. Сол өмірден кайф алмағаннан, мысалы, өмірден кайф алмағаннан, жаңағы счастье дейді общий, сондай кайф алмағаннан, олар жаңағы кайфты, жаңағы счастье, удовольствияны жаңағы нелерден алады екен, психотропный заттардан. Мысалы, насвайдан алу мүмкін, темекі, арақ деген, арақтан адамдар масқара кайф алады дейді. Андай шап қуып жүреді ғой. Алдында бір бывший бір алкоголиктің интервьюін тыңдағам, айтады, адам арақ ішкенде кайф, сплошной кайф болып кетеді ғой дейді. Соны жаңа арақтың вредный айтып жатыр да, вредный кайф деп, последствиясы жаман болады. Вот, в общем, мен өзім қазір неден спортивный площадкадан келетірім дайындалып. Соны өзім бүгін бірінші күн байқадым. Мен қазір тренажеркаға да барып жүрмін, спортивный площадка күнде дайындық. И мен бүгін байқадым, мен реально уже без качалки, без жаңағыдай тренировки уже жүре меніңше денем оянбайтын сияқты. Вот, кәдімгідей уже удовольствие алып кеттік в последнее время. Качалкаға барасың, жаңағы физический нагрузка жасайсың, бірақ реально удовольствие аласың. Вот, мен ойлаймын, реально адамдар негізі осындай спорттан или бір өмірдегі достижение, бір күшті бір ақша тауы или бір жетістіктерге жету армандарын орындау, сондай кайф алмаса, ол адам жаңа легкий кайфқа жүгінеді. Жаңағыдай темекі, арақ, шарап, наркотик деген сияқты заттарға. Сондықтан достар, кайфты дұрыс алу біліңдер, удовольствиені дұрыс алу біліңдер. Бәріміз удовольствие алғымыз келеді. Сондықтан сол удовольствиені дұрыс алу білу керек. Дұрыс заттардан, дұрыс источниктерден. Сол көп адамдар білмейді, қалай дұрыс удовольствие алу керек екенін. Сократтың сөзі бар ғой. Самое большое зло это невежество, то есть білімсіздік. Самое большое богатство это знание, білім дейді. Сондықтан білу керек, как правильно, қалай дұрыс жаңағыдай удовольствие, қалай дұрыс жаңағыдай кайф алудың несін, способтарын. Егер адам білмесе, невежественный, білімсіз адам болса, баратта самый легкий путь темекі, насвай, арақ, наркотикқа баратта жүгінеді. Здоровый образ жизниден кайф алайық барымыз.